Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге сарапшы көзқарасы және бізде бүгінгі қонақта Әркей Хақанұлы Марғұлан атындағы археология институтының ғылыми қызметкері Шагирбаев Мәмбет Сапарбекұлы. Ал енді Мәмбет Сапарбекұлы, өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Қайырлы күн, Марат Жайлауұлы. Мен осы Әркей Марғұлан археология институтының зооархеология зертханасының меңгерушісімін. Есімім Шагирбаев Мәмбет Сапарбекұлы. Казгуде 2014 жылы магистратураны аяқтаған соң осы 15-те институтқа ауысып, осы институтта бастапқыда орта ғасыр бөлімінде, кейін 18 жылдан бастап археологиялық технология зертханасында, 2023 мамыр айынан бастап осы зооархеология зертханасын бөліп шығарып, сол зертхананың меңгерушісі қызмет атқарудамын қазір. Жақсы, рахмет. Енді осы негізгі өзіңіздің лабораторияңыздың жұмыс туралы сүйектермен қалай жұмыс жасайсыздар, остеология деген сияқты барлық көрермендерге айтып кетсеңіз. Зертхананың негізгі жұмыс мақсаты Қазақстанның аумағында жүретін археологиялық ескерткіштерден табылатын сүйек материалдарды морфологиялық негізде зерттеу, талдау, сол арқылы алынатын ақпараттарды ғылыми айналымға енгізумен негізделеді. Жалпы зертхананың жұмысы бұл бірнеше жыл ғана емес, тарихы тереңірек кетеді. Анағарға айтқанда 1970 жылдар Мир Қасымұлы Қадырбаев осы археология институтының құрамында, ол кезде тарих институтының құрамында болды, археология бөлімі деп. Сол кезде археология технология деген зертханасын құрып, бірнеше бағытта дамытқан болады. Металл бағыты, керамика, оның бөлек палеозология деп. Сол кезде жұмысқа Лидия Александровна Макарова деген маманды шақыртады. Зоолог маман, ол кісі ол кезде зоология институтында жүрген болатын бірнеше жыл. Ол кісі сода 69 жылдың аяғы 70 жылдан бастап осы зертханада жұмыс істеп, палеозология бағыты бойынша 83 жылға дейін қызмет атқарады. 84 жылы ол кісі пенсияға шығады зейнетке, артынан оның жолдасы Төлеген Нұралиевич Нұрумов келеді. Ол кісі семейный палеозологтар, екеуі зоологтар, ол кісі кәсіби зоолог болатын жолдасы. Ол кісі оған дейін зоология жұмыс істеп, кейін археология институтында қосымша 89 жылға дейін зейнетке шыққанға дейін жұмыс істеген. Бірақ ол кісі зейнетке шыққаннан кейін тоқтатқан жоқ өздерінің ғылыми қызметтерін. 90 жылдары Лидия Александровна бірқатар Берелден шыққан атақты обалардың сүйек материалдарын зерттеп, ол туралы өзі монографиясын жазды. Төлеген Нұралиевич Нұрумов болса 90 жылдары Алматы облысында зерттелген қола ерте темір дәуір қоныстардың сүйек материалдарын зерттеп, оның ғылыми айналымға енгізуіне көмектесті. Әрине олар енді көпшілігі бірқатар жарияланған жоқ, бірақ ғылыми зерттеу ретінде археология институтының қорында бар. Жалпы ол кісілердің соңғы зерттеулері 2000 жылдардың басына шейін жалғасты. 2007 жылы Макарованың соңғы еңбегі шықты, биометрия Берельских лошадей деген монографиясы. Сонда ол кісілердің ғылыми қызметі 70 жылдан 2007 жылға дейінгі уақытты қамтиды. Одан бөлек институтта Қуаныш Қашқынбаев деген ағамыз жұмыс істеген палеозолог. Бұл кісі берел жылғыларының палеопатологиялық аспект негізін зерттеп, жануарлардың тірі күніндегі түрлі жаңағы стресс жағдайларынан кейін барып сүйектердегі әртүрлі ақаулар, патологиялық белгілер зерттеу арқылы ғылыми үлкен бір белестен өттік деп айтсақ болады. Ғылыми айналымға ол кісінің зерттеулері енді. Археологтар бұнымен бөлек зертханада мамандар болмаса да кей жылдар болған жоқ. Біз 2000 жылдардың басынан бастап бері қарай мамандар болған жоқ институтта. Бірақ тоқтатқан жоқ, шетелдік мамандар тартап отырды. Оның ішінде Фаундерич Косинцев, Гемранов, Бачура секілді, Антипина секілді ғалымдар шақыртты. Шетелдік мамандарды шақыртты бірқатар, мәселен Фрачетти деген біздің бірқатар ғалым осы Алматы облысында жұмыс істеп отырып, менің білуімше бірқатар Текла, Шмаус, сонымен қатар тағы бір палеозологтар тартқан, Бенеке секілді ғалымдар тартып, неміс мамандары бұл кісі палеозологтар Қазақстанда кейбір ескерткіштердің зерттелуіне үлес қосты. Жалпы бұл енді біздің лабораторияға қатысты. Әрине одан бөлек лабораториядан тыс ғылыми орталықтарда түрлі мамандар жұмыс істеген, мәселен атақты Ботай қонысының материалдарын ғылыми айналымға ену алғашқы 80 жылдары ағыз осы Макарова, Нұрумовтар сол қоныстың басында болып, прям сол жерден сүйектерді қазбаларына алып, соның маңайында басында зерттесе, кейінгі жылдарында ол кісілер қартайған шақтарында зерттеуші археологтар шетелдік ғалымдар, Алан Отырым секілді палеозолог ғалымдар шақыртып, ол зерттеулер ары жалғастырып жатты. Қазақстан археологиясында археолог зерттеулер бір эпизодтық көрсеткішке ие болуы мүмкін, бірақ кейбір ескерткіштер, жекелеп алған ескерткіштер бойынша олар бір тұрақты зерттеулерге көшкен болады. Сондықтан Қазақстан археозоологиясы біздің отандық тарих ғылымында, оның ішіндегі ежелгі мал шаруашылығы, жерлеу ғұрыптар секілді мәселелер зерттеуде тоқтаған жоқ, өзінің жұмысы үнемі жүріп отырды. Кей ескерткіштерде мүмкін белгілі тоқтап қалуы мүмкін, кей ескерткіштер тұрақты жүріп жатқан болатын. 70 жылдарға дейін де біздің археологтар
зоолог мамандарының еңбектерін жаңағы пайдаланды. Мәселен 60-50 жылдарда қазба материалдарына зоология институтының ғалымдары көмектескен определение жасауға. Енді белгілі бір деңгей шартты түрде биологиялық ақпараттарға арналған, терең маманды зерттелген жоқ енді. Жалпы құрылым осындай. Жақсы, рахмет. Енді мысал алсақ осыға Ботай музей қорығы туралы және осы ботайдан табылған көптеген археологиялық материалдар, оның ішінде 99% археологиялық материалдың ішінде жылқы сүйектері. Осы жылқы сүйектері туралы не айта аласыз? Ботай қонысы, оның ішінде табылған жылқы сүйектері Қазақстан емес, жалпы Еуразия археологиясында эталондық ескерткіштердің бірі, және ол массалық деңгейде табылған ұқсастықтары, аналогтары өте көп емес ескерткіштердің бірі. Екіншіден, археологиялық материалдар өте көп табылған, және оның ішінде бір жануарға негізделген материалдардың басым болуы, бұндай ескерткіш сирек кездеседі. Некен сияқты санаулы деп айтуға болады. Ұқсас ескерткіштер энелиттік, ерте қола мерзімді ескерткіштердің табылған массовый сүйектер, бірақ дәл Ботай секілді жылқының сүйектер басымдылық ескерткіштер өте көп емес. Екіншіден, Ботайдың онда массалық деңгейде сүйек табылғаннан кейін оған мамандар да көп тартылды дағыны, археологиялық материалдар әр қырын зерттей бастады. Мәселен, бастапқыда Макарова, Нұрумовтардың зерттеулерінің кезеңінде 80-ші жылдардың ортасына дейінгі зерттеулерінде олар биометриялық тұрғыдан сүйектерді определение болғаннан кейін өлшемдерін алып, морфометриялық зерттеулер негізінде типологиялық жаңағы жануарлардың типтік экстериор характеристикасын анықтауға тырысты. Одан кейін барып, олар сол кезде-ақ олардың жануарлардың қол құйрығын үйретілмеген туралы мәселелерге көңіл аударған болатын. Енді Макарованың пікірінше, Ботай жылқылары қол үйретілген жылқылар деген тұжырымға алып келеді. Дегенмен ғылымда әртүрлі көзқарас бар. Ол ғылым, ол жерде бәрі айдан ашық жазылып тұру мүмкін емес, себебі құпия нәрсе көп өткен өмірімізде. Басқа да ғалымдар әртүрлі қырына атсалысты. Ең бір ашық, бір жақсы бір талқылауға, дискуссияға түскен кез 2018 жылы Science журналының наурыз айындағы нөміріне жарияланған мақала. Онда жаңағы жылқы, Ботай жылқыларын, одан бөлек тарпан, одан кейін құланның есімде жоқ нақты, бірақ құлан бар, өйткені Экус химионус бар, Экус асинус есектің де басқа да пржевальский жылқыларының геномдарын алып, сүйектерінен жаңағы ДНК мәліметтерін алып, соларды бірнеше лабораторияда қатар зерттетіп, солардың алынған ақпараттар арқылы Ботай жылқысына қатысты өте қызық бір тұжырым жасалды. Қысқаша айтып өтсек, ол тұжырымдары, ол авторлар әрине Виктор Зайберт, негізі қазбаның авторы, одан басқа да археолог мамандарды еске алу керек. Одан бөлек сүйектердің тікелей зерттеулерін сөйлеткен Алан Олтрам бар. Одан кейін тағы бірнеше француздық ғалымдар болды ол жерде, мен білуімше мақаланың құрамында. Солар зерттегенге Орландо Людовик білуімше, дом 2, дом 1 деген, дом 1, дом 2 деген тұжырым айтып отыламыз төменде қазір. Тұжырымдар енгізген. Сонда сол мақалада олар айтады, Ботай жылқылары бүгінгі біз көріп, көзімізбен көріп үйреніп қалған жылқылар емес дейді. Енді жылқының түрі көп қойды, оны вымерші животный, вымерші өліп біткен түрлерінің өзі 15-тен 20-ға жуық па, сонда одан тіпті одан көп. Бүгін бізге дейін жетпеген түрлері. Енді бізге дейін жеткен Экус кабалус деген жаңа кабалоид не дейді, осы біздің көріп жүрген жылқылар, оның өзі бүгін селекция арқылы жүздеген түрі шығып кеткен. Енді әрине тарихи тереңдеген сайын шарт түрі азая береді ғой түрлері. Олардың бойынша бұл генетика сәйкес келмейді пржевальскиймен, то есть Ботай жылқысымен қазіргі жылқылардың, біз көріп жүрген жылқылардың сәйкес келмейді. Олардың генетикасы керісінше хромосомалардың санына сәйкес пржевальский секілді жылқыға сәйкес келеді. Енді пржевальскийді мысал ретінде алған, енді одан тарпан да болды ғой. Ол жылқылар бүгінгі жылқының бөлікте олар жаңағы бас сүйектер аздап формасы басқаша болады, одан бөлек прямой грива дейді, жаңағы жалдарын тіке тұрады, біздің жылқыға жаттырмайды. Бөлек форма, оттенктер бөлек болады өзінің. Мысалы, тарпанда сұр көк түсті болса, пржевальскийлер қызыл сарғыш түсті, қалыптасқан стильде не болады. Оларда басқа, ол уже закрепленный герофонд, оны өзгерту мүмкін емес қысқа уақытта. Міне сондай жаңағы Ботай жылқылар әрине біз терісі табылған жоқ, емес жаңағы берел секілді мезода емес, сондықтан тек сүйектерін ғана зерттедік. Нәтижесінде олар айтады, Ботай жылқылары бүгінгі біз көріп жүрген жылқылардан бөлек тармақтан басқа пржевальский жылқысына сәйкес немесе пржевальский жылқысының ата бабасы болуы мүмкін дейді, мүмкіндігінше. Және олар ол жерде қол үйретіліп, кейін ботайлықтар өзі қоныстар реск ауыстырды, олар енді ол жерде ұзақ уақыт бір белгілі уақыттан тұрды дағаны, ол мыңдаған жыл тұрған жоқ просто. Ол қоныс аударуға миграция түскен кезінде жылқылардың, енді олар ойынша жылқылардың бірқатар біразы нақты айту қиын қазір. Миграцияға түскен жылқылар қайтадан екінші одичавший, жабайыланған дейді. Олар
жабайыланған бағытымен Қазақстан бойын жүріп өтіп, миграцияның деңгейі қазіргі мына шығыс Қытай, батыс шығыс Қазақстан шекарасы, Жоңғар Алатауының аймағы осы өңірде негізі нақтырақ айтқанда ұйғыр автономиялық аймағының осы өңірлерде қалған дейді. Себебі бүгін ол жерде жабайы жылқылар бар, жабайы жылқылар сол жерде сатылған, ол нақты дәлелденген. Басқа өңірлерге сөзін әкеліп енді жаңағы музей нелерге қорықтарға жіберіп жатыр. Сояққа шейін барған деп сондай пікір айтады. Енді олар негізгі олардың айтқан негізгі мәселесі бұл жерде бүгінгі жылқы мен ботай жылқының арасында разница айырмашылық бар деген ойлар келген болады. Басқа қосымша дәлелдер болды. Оған қатысты сол жылдың өзінде Ресейдегі Science секілді егер әлемдік журнал болса, природа деген Ресейде торсында журнал бар. Оған бірден 3 мақала жарияланды. Ол журналда авторлары бірінші мақала Абрамцева деген бұл палеогенетик болған, генетика тұрғыдан жақылы жазатын мақала, екіншісі Наталья Пластеева мен Павел Андреевич Косинцевтің біріккен телеавторлықтағы мақала шықты. Содан кейін тағы бір археолог маманның авторы шықты. Былайша айтқанда 3 мақалада мен танысып оқып шықтым. Үшеуінің де жалпы идеясы сол жаңағы алдыңғы сайенсте шыққан мақалаға қарсы дискуссиялық мақала болды. Бұл енді ғылым, оны дұрыс түсіну керек. Бұл жерде оны бір саясиландырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Ол кісілердің енді өз зерттеулеріне сүйеніп отырып айтқан нелері, жаңағы ой пікірлері, ботай жылқылары бұл жаңағы жылқыны үйреткен орталық емес дегенге алып келеді. Және олар келтіреді өзінің нелерін, аргументтерін. То есть олар егер ботай жылқылары қайттан жабайыланып кететін болса, онда олар жолда басқа да жылқылар, жабайы жылқылар болды. Олар скрещеніне түспей, олар қалай да сол локальды бір аймаққа дейін қалай барды деген сұраққа жауап таба алмадық мақаладан дейді. Әрине оны дәлелдеу қиын, өйткені ол дәл сол кезеңдегі қатысты материалдар көп емес қой бізде, ископаемый материалдар, қазба материалдары. Сонда генетика турында бір талқылаулар болды, енді қатты маңызды емес деп ойлаймын, филогенетический материалдар. Сонда бір деңгейде болды. Менің ойымша, жалпы бұл осы мақала әлемдік археологиялық кеңістікте қауымдастыру үлкен резонанс, былайша айтқанда сенсациялық туғызды, ой туғызды. Ол кәдімгі бұл жерде батыл ойлар айтылды алғаш рет. Және ол үлкен көп материалдарда басқа да жануарлардың түрлері, мәселен тек бір түрді емес, бірнеше түр және подвидтерден кейін барып басқа түршелерді салыстырып отырып айтқан тұжырым болған болды. Осымен құнды. Ол ғылымға серпін берді, адамдарға деген жаңағы бір ескерткіш материалдарын деген бармақ басы көз қыс секілді жаңағы көз жұмып пікір айту емес, лабораториялық жарықталған материалдар негізінде дәлел айтып оған келтіруге болатын, және ол тұжырымдар мықты басқа біз бұрынғы тұжырымға қарағанда, қарапайым тұжырымдарға қарағанда нақтырақ болатынын көрсетті. Алан Лидовиктің осы мақаладан кейінгі жасаған пайымдау тұжырымы бір концепцияны енгізді. Ол дом 1, дом 2 деген дом деген жалпы домашний жаңағы домашний емес деген сияқты ғой. Дом 1 деген ботай жылқысына қатысты. Ол айтады, бір рет домашний үй қолға үйретілді, осыдан қайттан олар жабайыланып кетті дейді. Біз кейін қайттан екінші рет қолға үйретілген жылқылар біздің көрші экоскабал жылқылар, осылар бұл жылғы екінші дом 2 дейді. Міне осындай бір концепция туды өмірде. Және жалпы ботай жылқыларына қатысты 80-ші жылдардан уже ботай қоныс табағына пікір айта бастаған. Макарованың өзінің еңбегінде 92-ші жылы Ахынжанов Макаров Нурумовтың бірлескен шыққан мақаласында бар. К изучению скотоводства хода Северный Казахстан деген мақаласы бар, археологиялық материалым. Оның ботайға қатысты отдельный разделі бар. Еще соңында белгілі бір бөлім тұжырым келтіреді, ботай жылқыларын үйретілген бөтен. Ол енді өзінің морфометриялық зерттеулері негізінде ол сақтықпен айтады ойын. Және айтып өтеді, біздің жаңағы метаподия секілді тұяқ топай тұсам сүйектерін жүрген массалық деңгейдегі өлшемдерді салыстыра келе, басқа тарпан, басқа да жылқы түрлерімен салыстырғанда өлшемдер бірімен қатар араласып кететінін айтады. То есть, егер ол шынында да какой-то бір ерекше жануардың түрі болатын болса, онда ол өлшемді бөлім шығатын еді. Енді бір өлшем емес, жүздеген, мыңдаған өлшемдердің қосындысын тапты да ол жерде, скопление болып тұрған. Соны екі өлшемдерді алып, арна графа жасайды, сол математический өлшемдер арқылы. Сөйтіп ол жерде араласқанда өте көп жаңағы, мысалы, 30 точка, ботай 30 точка басқа жылқы болса, бәрі араласып жатыр. Біз оның айтқан ойы, ботай жылқылар қолға үйретілген болуы мүмкін, себебі ол мүмкін бір точкадан үлкен материалдың табылуы дейді. Бірақ біз жүргізген методикалық материалда, ол кісі қолданған методиканың результаттары, өлшемдер арқылы морфометрия, биометрия, социометрияның өлшемдер результаттары, ол мен ойымды дәлелдей алмайды дейді. Бірақ мен склонен дейді, өзім осы ойға келісемін деп өзін сақтықпен ойын айтып өтеді. Одан бөлек басқа да жылқыға экологтардың ойлар, пікірлері бар. Енді олар тоже бөлінеді, біреу жоқ дейді, біреулер категорически жоқ, қолға үйретілмеген деп, ол қолға үйретілген аймақ Понты Каспийский деп жаңағы Дон өзендер бойында басқа да альтернативті ескерткіштер келтіреді дейді. Бірақ енді ол мен ойлаймын, ол уақытша дискуссиялар, уақыт өте келе бұл материал нақтыланады.
міне осы бір пик кезең болды ботай жылқыларын зерттеулі. Одан кейінгі жылда кішкене бір зерттеу мәселесі азая бастады. Виктор Федорович өмірден өткеннен кейін бар бұл уже материалдар зерттейтін мамандарды шақырылуда. Енді ғалым өзі болмаған соң, басында ол басқа мамандардың енді археолог болмағаннан кейін маман тартылу қиындап кетті уже. Содан кейін ботай жылқыларына қатысты мәселе тағы бір ғылыми кеңістіктің кішкене көлеңкелінеге тап болды, тоқтап қалды белгілі бір уақытта. Жеке өзімнің пікірмен енді ботай жылқыларының белгілі бір азғантай ғана бөлімін зерттедім, сондықтан мен бір терең бір тұжырым жасайтын мәліметтер болмайды қолымда. Бірақ мен өзіме дейін зерттегендер қорыта айтатын болсам, жеке пікірім бұл менің. Қолға үйретілмеді деп мүлдем болмады деп айту менің ойымша ол енді тым тез айтылған шешім болар еді. Ал бәрібір де қолға үйретілген жылқылар болды деп айтуға да артық деп ойлаймын менің ойымша. Мен жеке пікірім. Енді ол жерде жаңағы жылқыларды енді несі болды дейді ғой, миграция аймағының орталық, Иван Боровтың маған енді миграция аймақтары орталық болған, олар какой-то белгілі уақыттарда көбірек келгендіктен оларды аулаған деген жақтағы айтатын зерттеулер бар. Әлі зерттеу көбейту керек. Мәселен, тістерді жаңағы арнайы тістердің жаңағы цемент денчиндерін зерттеу арқылы оларды массовы сойылған кезін анықтау керек. Сонда белгілі болады. Енді жалпы кей мақалаларда айтқан ботай жылқыларының негізі жас ерекшеліктерінің бір қатты кездесетін гистограмманың ең биік точкасы нүктесі жаңағы закон распределения бойынша бұл 3,5-4 жас пен 6-7 жастың арасындағы жылқылар көбірек сойылған дейді. Енді олар какой-то выборка айтып тұр, одан соңғы жылдарда қалданған жоқ, яғни түсінікті. Алдыңғы жылдардың мәліметтеріне қарап айтып тұр, енді соңғы жылда өте көп материал табылып жатыр. Сондықтан жануардың жас ерекшелігі бойынша массалық материалдардың бәрін түгел анықтап, эпифизі бойынша, суставной действиялар бойынша, синестазирование бойынша, тістерін жарып шығу және тістерді кесу арқылы 5-6 методты біріктіре отырып, массалық жас ерекшелікті қатысты бір нақты жұмыс жасау керек. Жылқылар қашан ол егер ол жерде қой үйретілген болса, жерде буаз белгілер құлындау керек дейсіз ба? Жас малдың сүйегі табылу керек болатын. Сол сияқты ақпаратты жинастырып, қорытып, жасына қатысты нақты жұмыс жасау керек. Ботай жылқыларында бүкіл жастың ерекшелігі жас жылқылар табылады. Енді ойлаңыз, допустим, 200 мыңның үстіне сүйек табылды дейік, осы уақытқа дейін 80 200 мыңның үстіне сүйек табылды деп айтайық. Ол деген кемінде енді бөлшектенуіне байланысты ғой енді. Кемінде плюс-минус айтсақ, мен әрине нақты цифр шығару мүмкін емес еді. Өйткені маған дейінгі зерттеулерде қаңқа элемент туралы мәлімет болған жоқ. Қаңқа элемент туралы мәлімет болғанда біз онда парный қаңқа элементтер есептеп, какой-то сүйектердің санын есептеп, біз жануардың санын шығаратын едік плюс. Онда зерттеулер жүргізген жоқ. То есть методикалық датталу бұл нәрсені қарастырмады, басқа бағыттарын қарастырды, тереңірек бағыттарын қарастырды. Сонда біз жануардың санын мысалы 1000 деп алатын болсақ, шартты түрде алып тұрмын мұнымен. Сол 1000 жануардың қанша жасқа бөлінетінін білу керек. Бәрі 3 жастан жоғары уақытта ауланды ма, жоғары выборочно, или әлде массовый ауланды ма, жоқ әлде шынымен де қолға үйретіліп, ол жерде біраз бос буаз болып, сол жерде жаңағы жылқылар үйірімен қалыптасқан болды ма деген сияқты сұраққа жауап іздеу болады. Менің ойымша бұл біздің сұрақты жаңағы жауапқа жақындататын бір бағыт болар еді, жас ерекшелігі бойынша. Екінші, олардың сойылған өлген мезгілдерін, сезонның кебіл дейді, соны анықтауымыз керек. Ол жерде енді белгілі бір қыста, енді ботай бізде қыстаулық деңгейдегі материал, қыста көбірек халық тұрды деп айтады, жазда біздағы неге шықты деген сұрақтар бар ғой, археологиялық тұрғыдан айтып қалғанда. Яғни ол қыста мал көбірек сойды, жазда сойды, осыны анықтауымыз керек. Оны белгілі болады. Егер барлық кезеңде распределение бірдей болса, онда жылқы тұрақты болған ол жерде, сол есептеледі. Бұрынғы зерттеулерде енді тікелей ол доместикация болған жоқ, сұраққа тікелей кетіп қалды да, бұл мына қарапайым мәселелер назардан тыс қалып отыр. Мысалы, қаңқа элементін туралы жүйелі ақпарат бізде жоқ. Любой кез келген материал келген кезде біз қаңқа элементті бөліп шығамыз. Әрбір элементтің жануарға тиесілігі жаңағы таксономический анализ бойынша одан кейін қаңқа элементтердің санын шығарып, жануардың минималын санын шығарып, минималды одан көп болуы мүмкін міндетті түрде. Ол маңызды емес. Минималды санын шығарып, олардың жасына қарап бөліп бұл стандартты зерттеу болып табылады. Бірақ ботай жылқыларына қатысты бұндай санат зерттеулер болған жоқ. Ол жерде көбінесе мысалы Макаров зерттеулерінің видовое определение болды. Возраст бойынша мәліметтер жоқтың қасы, ол біз монографиясы кетпейді, жеке мақалаларда кейін еще 2007 жылы ботайға қатысты ботай культура деген кітапта шыққан, ол тағы да келтірген, Макаров мен Нурулловтың зерттеулерінің кейбір жыл 84-85 жылы қазір база материалдар бойынша да айтады. Онда да жас ерекшелігі мәлімет жоқ, бірақ ол кісілер керісінше биометрия көбірек бөлінген, биометрияның сүйектердің өлшемдерін алуға көбірек бөлінген, сол арқылы шешуге тырысқан мәселені. Бірақ ол өкінішке қарай ол зерттеулердің нәтижелері бүгінде аса қатты бір өзекті болмай тұр енді қазір. Шынымен біз ол кісілер бірақ дәлелдеп кетті, ол сүйектердің өлшемдері арқылы қолға үйретілген анықтау мүмкін емес екенін. Кейінгі зерттеулерінде жануарлардың мына жоғарғы төменгі жақ сүйектердің бірінші прималяры дейді, енді шарт түрде бірінші екінші ғой негізі.
бірінші премиялардың осы краниальды растральды шет дейді, ауыз қуысына жақын бөлігі шетінің егелуі бар ма жоқ па деген кейде мына сүйектің диастемасында беззубый кариотит, сол жерде өгейлі бар ма жоқ па деген сұраққа жауап іздеді. Бенеке жүргізді бұны, тағы бірнеше ғалымдар, Босник бар, басқа ғалымдар тартты, 90 жылдар басында зерттеділер. Ол туралы шағын мақаласы да бар. Олар белгілі бір выборка аз болған, олар где-то бір 35 па, сондай выборкамен есімде шығып тұр, нақты цифры. 30 талап бір шарт түрі, 30-ның үстінде әйтеуір. 30-ның үстінде выборка алады, сол бір топтаманы зерттеп, ішінде 18 мен 17%-ында дефект бар дейді тістерде. Передний алдыңғы край шетінде дефекттер бар дейді. Ол ауызы тартудан қалған болуы мүмкін дейді. Бірақ бұл тұжырымда да шешілмеген бір сұрақтар бар. Біз енді қазір ол сұрақ біз әлде де не қаламыз, қоямыз өзімізге. Зерттеулер барысында, өйткені тек ботаймен басқа ерекшесі бар жылқыларды қойлыққа байланысты. Сонда біз қазір жылқыларды салыстырып көрдік, енді мініс жылқыларына қарап, ауызықты ашып көтеріп жаңағы тартып қойшы адамдар тартып көргенде біз бақылап отырдық қалай екенін. Сонда тіл жатады жақ сүйектің үстінде, оның бетінде ауызық тұрады. Ауыз тартсаңыз тіске тірелу керек қой. Ол ауыртатын бетте автоматически ол тілді көтеріп жібереді да, жаққа лақтырып жібереді да, мына ең соңғы жақ сүйектің артында уже үшінші малярда кейін уже жақ бос кеңістік бар сондай. Сол жерде қалың етті ұстап қояды да, тағы жүре береді. Тістің үстіне шықырлап тайнайды, бірақ ол тіс қатты істемейді, түсінікті. Тістің рисунктары бұзылмайды соған байланысты. Ретті жағдайда неправильный прикус болуы мүмкін, ретті жағдайда. То есть ол жаңағы тістің кегелу арқылы зерттеуде ол да қатты дәлелдей алмайтын дәлел көрсетті. Ең соңғы тұжырым жаңағы кімде зерттеген генетикалық зерттеулер болған, ең бір өзгеріс әкелген болды онда. Сондықтан менің ойым осындай, ол шартты түрде нақты айту қазір қиын, бірақ қолға үйретілген жылқылар болуы мүмкін. Қолда қаншалықты болған мен айтылмаймын шын айтсам. Өзім жеке маман ретінде оған белсенді пікір білдіре алмайтын едім. Дегенмен, как саясаттандырмай қойып, бірақ ол енді ол қазақтың жерін табылған ескерткіш болған соң, жаның ашып ол туралы пікір білдіргіміз келеді міндетті түрде. Және оған әнем ол материал зерттелгенін қалаймыз біз міндетті түрде. Сондықтан алдағы зерттеу жоспарлайтын болсақ, міндетті түрде оның біз жас ерекшелігі мен қаңқа элементтеріне қатысты массалық мәліметтер жинап алуымыз керек. Бұл мәліметтер бұрын жасалмаған мәліметтер болатын. Және оны біз алсақ, біз жануардың минималды санын шығаратын, ол туралы ақпарат келіспейді мәселен. Одан кейін ары біз тұжырымдарды тағы да айтуға болады. Және ол ғылыми негізге айналып енгізсек, басқа зерттеушілердің де бұған осы аспектілер бойынша да бұл зерттеу болатын, жаңа пікірлер туындауы мүмкін ғылымда, ғылыми кеңістікте. Менің пікірім осы. Жақсы, рахмет үлкен. Ал енді қазіргі кезде осы Ботай музей қорығы 1980 жылдан бастап осы көптеген жәдігерлерді зерттеп келетір. Яғни 40 жылдан бері зерттеліп келетір. Енді сіздің ойыңызды білейін дегесек, салсақ осындағы остеологиялық материалдардың ары қарай дамуы, зерттелуі туралы болады ма деген сияқты ары қарай зерттеуге? Ботай қоныс материалдары міндетті түрде ондай эталонды ескерткіштің материалдары зерттеусіз қалып кетпеу керек. Әрине бәрі ескерткіш зерттеу идеалі, бәрі зерттеу керек, міндетті түрде ол назардан қалмау керек. Кез келген қазбадан табылған сүйек материал ол археологиялық ақпарат алыну керек. Ал Ботайға жеке келетін болсақ, ол жалғасын табу керек. Себебі сұрақ шешілген жоқ қой. Оны нақты шешім түсіріп айтқан жоқ. Міне бұл қолға үйретілген, үйретілмеген деп айтқан жоқ ешкім. Ол үйретілген деген пікір де бар, үйретілмеген деген. Екі пікірдегі мамандар да өзінің аргументтерін ұсынды, өздерінің зерттеулерін жасап жатыр. То есть бір-бірін жоққа шығармайды, бірақ қарсы пікірлер бар. Сондықтан оны шешуіміз керек міндетті, және ол зерттеу жалғасын табу керек. Әлде де генетиканы қолға алу керек, тереңірек қарау керек. Жаңағы біз морфология зерттеулерде енді біз бұрын байқалмаған элементтерді көбірек акценттер зерттеу керек болады. Ақпаратты қайтадан қорыту керек, бұрынғы ақпаратты жинау керек түгелдер. Материалдарды бір орынға топтастыру керек, бүкіл материалдарды. Сөйтіп қайтадан талдау керек, жаңа көзқараспен талдау керек, жаңа әдістер қолдану керек болады. Тістерді кеземіз ба, әлде басқа жүйесін қолданамыз, басқа мәліметтер қолданамыз ба? Еще ол жерде біз бүкіл сүйектер трассологиялық талдау жүргізілді деп айтамаймын. Әйтеуір трассологиялық талдау болды, сөзсіз ол жерде, бірақ жаңа неге байланысты болуы мүмкін. Ол археологиялық тұрғыдан қарастырылды, олар как орудие ретінде қарастырылуы мүмкін, құрал ретінде. Ал біз мәселен мына сүйек жылқының олай, мына сүйек орудие емес қой, түсінікті ғой, ол орудие массовый сүйектің бірінде кетіп қалды. Бірақ біз осы мына плантарлы, краниальды, басқа да медиалатериалды шеттерін қарап, анықтап, парездердің түрін анықтап, түгелдей бір сонда ақпаратты жинап тұрсақ, какой-то количество, сонда біз білеміз жануарлардың союдың бір дәстүрлі түрі қалыптасқан ба. Егер ол қол үйретілген жануар болатын болса, онда ол сол қоныстың аумағында дұрыстап, кәдімгі логикалық миға сиятын негізде бауыздау, сою әдістер қолданады. Егер аңшылық дәстүр болатын болса, онда
ол аңшылық қоныстың қасында жүрген жоқ қой сөзсіз. Бір шақырым 2 шақырым алыста болды. Ол атып алған өлтірген жылқыны сен көтеріп келе алмайсың ғой. Сол жерде возможно аяқтарын басқасын шауып кесіп тастап басқа да жадырып болуы мүмкін. Онда ол өте грубый білді ол іздер ше, трассологиялық іздер, шабуыл кесу іздері. Ол ақпараттарды біз жинауымыз керек. Осының бәрін қорытып, морфологиялық негізі біз нақты жұмыс жасауымыз керек. Иә, біздің ақпаратта мынандай мәліметтер бере алды бүгінге дейін деп. Содан кейін барып ол ақпараттарды қорытып, генетикамен қосқан кезде жауаптар көріне бастайды. Өкінішке қарай ол бүкіл сүйектің трассологиясы қарастырған жоқ. Әрине 80-ші жылдары енді трассология қарастыру мәселесі мүлдем қолынан қаланған жоқ менің ойымша. Ол басқа тұрғыдан алуы мүмкін археолог тұрғыдан, бірақ палеологиялық археологиялық материалдардың жаңағы түрлі модификациялық өзгерістерін қараған ешкім оны қараған жоқ. Екіншіден тағы да палеопатология әдісі қолданылу керек. Палеопатология әдісі деген не бұл? Сүйектерді анықтаған кезде какой-то бір элемент, қаңқа элементтердің блоктарын деп айтамын. Омыртқалардың жүйелі түрі табылып қалуы мүмкін. Аяқ сүйектері, ұзынабой сүйектер дұрыс табылып бір қаңқа бөліктері табылуы мүмкін. Солардың сустаттардың біріккен жерін бәрін анықтайтын болсақ, бір патология ақаулар пайда болады, дефекттер пайда болады, жануардың тірі күнде түскен стресстері сүйектерге беріледі, бір нүкте, сызық түрінде. Оның бәрін талдауымыз керек. Бұл бір. Ол климаттың болуы мүмкін. Екіншісі эбурнат сияқты ауыр патологиялық түрлер бар. Ол жануарды бір жаңа қартайғанша қолда ұстап, жануарлардың кейін бар мініске пайдаланған кезде мына жамбас 90 жыл жамбас сүйектің бірігетін тұсы спондилатор дейді. Бел омыртқа, кейін кеуде омыртқаның кейбір ассистатростардың бастары, ұштары дефектке түседі. Ол қатты екі айырыланады, немесе жаңағы связьтар бұзылады. Осылардың бәрін жинайтын болсақ, палеозоологиялық, палеопатологиялық, модификациялық, жаңағы жас ерекшелігіне байланысты, сойылу мезгілдеріне байланысты түрлі жаңағы трассологиялық зерттеу нәтижелерін қосып бір қорытынды жасайтын болсақ, онда біз кішкене бізге сурет айқындала бастайды. Эпизодтық деңгейде емес та, мәселен бастапқыда ол морфометрия зерттелді ғана, ол сол материалдар қалды. Мәселен Петропавл музейінде бар қазір массалық материал сақталып тұр. Кезінде Макарова Нурым зерттеген, олар өздері мүмкіндігінше зерттеді, шамасы келгенше, бірақ ол какой-то методиканың негізін зерттеді. Бірақ басқа бағытта зерттеу мүмкіндік болған жоқ. Және оны біз жоқ шыққа не қылмаймыз, оны жамандамаймыз. Ол солай талап берді, сол зерттеді. Бүгінде біз басқа көзқарастан қайтадан қарауымыз керек. Сонда біз бұрын ақпараттарын жаңа ақпараттар қосамыз. Біз ақпараттар жиналады да, нәтижесінде белгілі қорытынды жасауға негіз пайда болады. Ал егер қазір мысалға сұрақты кейде әртүрлі айтады, мысалы ботай қол үйретілген жылқы ма, үйретілмеген бе деп сұрақ бірден қояды. Ол сұрақ бірден жауап беру қиын, өйткені сұрақтың артында көптеген мәліметтер тұр, оны біз жинақтауымыз керек. Кейінгі жылдары тек қана генетика көбірек көңіл бөлді, сонда бір эпизод болып қалды зерттеулер. Классикалық тұрғыдан зерттегенде бәрін бір деңгейде алуға мүмкіндік болған жоқ. Осының бәрін біз қайтадан бастап жүйелеп шығатын болсақ, онда ботай жылқысына қатысты жақсы тұжырым жасауға болады. Біздегі тұжырым не қазір? Бізде тұжырым сол бірнеше мақаланың деңгейінде шыға алмай қалдық. Мысалға біз жаңағы сайенсқа шыққан мақаланы талқылаймыз, өйткені оған дискуссия пайда болды. Ол палеогенетика, екінші палеогенетика емес қой бізде. Ол кейін оған қатысты тұжырым айтуда адамда қиналады, дәлелдеу де қиын. Информацияны мысалы специалистер қарап алмасаң, ана филогенетикалық жаңағы ағаш бұтақтарын көрсету қиын, оны түсіндіру. Екінің бірі былай көргенмен түсінікті мүмкін, бірақ оны қанша линия бөлінген, қанша линия қосылған, оның қандай сестринский линиядан тараған, бай тараған сияқты ақпараттарды түсіне алмаймыз. Көп адамдар жай қарапайым адамдар. Онда олардың бәрін біріктіріп қосып ортақ тұжырымға дайындау керек. Сонда ғана ол ақпарат жасауға болады. Әйтпесе ана блокпен бір сөйлеп, мына блокпен бір сөйлегенде ол ақпараттың мүмкін қол үйретілгенше, просто біз ақпараттар әр жерде тұрмыз да қазір. Жинау керек, қорыту керек, жүйелеу керек. Сонда ғана жүйелі жұмыс жасалғанда ғана ол ботайдың бүкіл картинасын көз алдымызға келтіргенде ғана біз жақсы тұжырым және сенімді айта аламыз. Және бұны басқа ғалымдарға дәлелдейтін біз аргумент пайда болады. Ал қазір біз әр зерттеудің аргументін айтсақ, ол өзіміз де әлсіз, адами фактор ғой, әлсіздік танытамыз. Екіншіден біздің сөйлеген жаңағы қанша патриоттық қол үйретілген деп айтқанымызбен оны біз дәлелдеу қиындай береді. Және өзіміз позицияны береміз, одан кейін міндеттер біз кемшілік көрініп қалады. Бізде қанша зерттеуді көріп жоқта біз сөйлете алмаймыз просто. Міне осы мәселе. Жақсы, үлкен рахмет. Қазақстанның археозоологиясында соңғы 10 жылда қандай жаңалықтар болды? Отандық археозоологияда дамудың жаңа бір циклі басталды деп айтсам қателеспейтін едім. Біріншіден жоғарыда біз айтқан археолог мамандарымыз олар өзінің қазбаның бәрі шектеулі болды, қазбада көп болған жоқ. Зерттеулері белгілі бір ескеріштермен жаңа қарастырды дағы, енді масштабты зерттеу мүмкіндіктер болмады. Сондықтан олар кейбір ескеріштер бойынша жақсы мәліметтер алып, кейбір ескеріштер ұмытылып қала берді дағы. Бір ескеріштер мүлдем мысалға Отырар деген орта ғасыр қаланы біз 60-шы жылдардан бастап бүгінгі дейін қазып келе жатсақ, оның археологиясы туралы бір-ақ мақала бар. Ал ода 50 жылдық қазба бар. 50 әр жылдың ішінде ғылыми есебінің өзінде де енетін болса, ондай зерттеу, онда біз оңтүстік Қазақстан өңіріндегі Отырар уайысындегі мал шаруашылықтары үлкен картинаны көз алдына келтіретін бүкіл мәдени қабаттар бойынша. Бірақ мақала, және 72-ші жылғы, 73-ші жылғы қазбадан шыққан, ол мақала басқа бір мақаланың аясында бір
кішкене блок ретінде ғана берілген жарты беттен тұратын текст ғана болды. Солай болды да, амал жоқ, ол кез мамандар да жоқ болды ғой. Методика да бөлек те болды кішкене. Қазір ғылым дамып бара жатыр. Күннен күнге енді сүйектерді зерттеудің әдістемесі күшейіп келе жатыр. Олардың электрондық зерттеу әдістерінің күшейген соншалықты бұрын жаңағы біз атаған Макарова, Нурумовтар оны статистика анализдің бәрін қолмен істейтін болса, оны қолмен істеу өте қиын. Сіз бір сүйектің өзінен 6-7 бас сүйектен 50-ден астам өлшем аласыз. Ал сіз 30 өлшем, 30 сүйек зерттесеңіз, сіз кемінде бір 1000-нан астам өлшемді сіз қойып зерттеп шыға алмайсыз. Оның ортақ квадраттарын табу, отклонениесін шығару, средний значениесін шығару, оның лимиттерін анықтау, сигмасын анықтаудың 5 этаптан тұратын нәрседе каждый сіз сүйектің цифрын көбейтіп шығасыз. Мен бір алғашқы 2018 жылы Бәбіш Моладан табылған 86 ақбөген асығын зерттеймін деп, бір ай уақытым өткен статистика. Ойлап 86 асыққа бір ай уақытым кетті. 4 ақ өлшем сонда менің медиальды литерал ұзындығы, дистальды сагитальды ұзындығы шиені болып бітті. Сонда мен әр линияға табу үшін мен 5-6 есепте жүріп жатырмын. Біразға 5-6 есеп қайтып жүремін, қайтып соның квадратын шығарамын, басқасын шығарамын, соны сигма айтқан сөз шаршап тыңдам өзімді. Мен ойлаймын, ана кісілер вообще қандай ауыр болған ол зерттеу сол кезде. Қараңдаршы, мен тағы да ол жерде компьютердің калькулятор пайдаландым. Ол кезде калькулятор қаншалықты болған білмейміз, екінің бір калькулятор жоқ, телефон да жоқ. Ол қолмен естіген. Және мен ашық архив құжаттарын білемін, қолдарында көріп тұрмын, что қолмен естіген қағаздар ол. Онымен салыстырғанда бүгінде археология дамып кетті әлемде. Енді соңғы 10 жылда жаңағы 10 жыл дегеніміз бір кең 7-8 жыл айтайық, 10 жыл айтайық, грубо айтайық. Институтта арнайы осы сүйек зерттеуге бағыт берілді. Ол бағытты енді бір адам басы маған берді екен, мен өзім команда жинадым енді. Сөйтіп тағын біз шамамыз келгенше институттың мамандары зерттейтін ескерістер материалдарын жыл сайын зерттелуіне әсер етіп тағын оның ғылыми есепке қосып отырдық. Бұл бірінші менің айтатын жақсы бір көрсеткіш деп айтар едім. Екіншіден, максимально шамамыз жеткенше олар ғылыми намға енгізуге тырыстық. Авторлармен біріккен түрде, міндетті түрде жеке жариялау болған жоқ ешқандай да. Бәрін авторлармен бірігіп зерттедік. Сонда біз Қазақстан археологиясында 70-ші жыл мен 2000 жылға дейін менің білуімше бір 40-50 мақала шығатын болса, 2000 жылдан болса 2010-ға дейін саны кішкене азаяды, бірақ жетісу өңір бойынша көбірек шыға бастайды. Одан кейін 2010-нан бастап 2020-ға дейін бір монография шықты, Берел қатысты онда да. Ботай қатысты жаңағы шарттарда не шықты, ішінде Макаров бұрынғы зерттеулер келтірілді. 2017-18-ден бастап бүгінге дейін 50-ден астам мақала жарыққа ғылыми айналымға, және ол жаңа әдістермен, жаңа қызық көзқарастармен, басқа да бұрынғы ақпараттардың бөлекті ақпаратын алуға тырыстық біз. Бұл бірінші жаңағы ғылыми есептерге енуі, мәліметтердің, екіншісі жаңағы ғылыми айналымға енуі, үшіншіден біз қазір арнайы осы бағытта лабораторияның құрылуы зооархеологиядан. Бұл Қазақстан археологиясында бұрын зертхана болды технологиялық, соның құрамында бір блок болатын. Арнайы зертхана әлемде барлық университетте, барлық институттар, орталықтар бар. Соны зертхана біз де құра алдық. Және мен өте қуаныштымын, және қуанышпен айтқым келеді осы мәселені. Бұл археологияда үлкен жаңалықтың бірі. То есть жеке бағытты зерттейтін, осымен ғана, осы проблемамен ғана айналысатын лаборатория бар. Және оның құрамында жақсы болсын, жаңағы мамандар бар ең бастысы. Адамдар сенім зерттейді, қазбаның материалдарын зерттейтін зертхана бар деп, осы зертхана тапсырып бере аламыз, және мәлімет ала аламыз. Ең басты сол зертханада материал сақталады тұрақты түрде. Тастай салу жүргенде далаға басқа жаққа деген сияқты мәлімет болмайды. Бұрын енді 70-60 жылдары қазбалар кезінде маман жоқ болған соң археологтар мәжбүрлі түрде қазба қайтып көміп кетуге болған жоқ, көп материалдар амал жоқ. Сүйек кім зерттейді, маман жоқ. Бүгін сол. Үшіншіден атап айтқым келетіні, Қазақстанның мына Шығыс Қазақстан өңірінде берілген қоныстар материалдар массалық деңгейде зерттеле бастады. Жаңағы біз Ақбауыр қоныстың біз 4-5 жылдық 7 қоныс материалын зерттеп жариялауға ұсындық. Тағы да енді осы соңғы тағы да зерттеуге баратынбыз. Елеке қонысындағы материалдар бірінші рет ғылыми енгізіліп жатыр. Бұл не білдіреді? Ол Шығыс Қазақстан өңірінде қоныс материалдар кезінде Черниктің кезінде ғана зерттелген болатын. Зоологтардың тарапынан, биологтардың тарапынан. Ол да шартты түрде айтқанда бір шеңбердің негізінде ғана видовое определение шектелген болатын. Бұл басқа мәлімет жоқ. Ойлаңыз, 60 жылдан кейін бір енді ғана материал ғылыми қоныс материалды еніп жатыр. Осыншалықты қонысты зерттегенде материал зерттейтін ешкім болған жоқ. Орталық Қазақстан өңірінде де біз енді тікелей қатты араласқан жоқпыз, бірақ ол кезде Арман Бейсенов ағамыздың зерттеулерінде бірқатар материалдарды, Абылай қонысы, басқа да қоныстар материалдарын шетелдік мен кеңесшім бар, ғылыми кеңесшім диссертациям бойынша. Владимир Косинцев келіп, оның шәкірті Дмитрий Ильич Гемеранов келіп массалық зерттеп ғылыми айналымға енгізді. Батыс Қазақстан өңірінде біз ескерістер қарастырдық. Ең бір қызығы жетісу өңірінде біз обалардан шыққан жылқы материалдарын қарай бастадық. Бұрын мәселен жетісу өңірінде, Іле Шу Талас өңірінде 10-нан астам қорымдардан жылқы сүйектер табылған, бірақ маман жоқ зерттейтін. Сөйтіп археологтар амал жоқ ол мәселені
жабаттаған жабулы қазан жабылген тек қана инвентарь табылған табылған ақыреттік заттар материалдар адамдарға қатысты материалдар жаңағы антропологиялық зерттеулер шамасы келгенше қазба конструкцияға деңгейінде зерттеп соны айналымға енгіздіған ал жылқы материалдар қала берді. Кейбір 70-80 жылдар 50 жылдар мысалға табылған Қожаев зерттеулерінің материалын сүйекті бүгінде жоқ таппайсыз ол кетті ғой қайда кеткенін бір құдай біледі оны. Бірақ бүгінде біз сол жаңа көзқарастан қарап бұл материалдар сақталуына көп мән беріп жатырмыз. Міндет сақталу керек материал, кетпеу керек шығар. Биоартефакт деп бөлу ол. Одан кейін олар біз бірінші рет Самсы қорым негізінде біз Жетісу өңірінің жылқылары туралы археологиялық характеристика алдық. Бірінші рет олар жас ерекшелігін, оказывается бұл жерде жас малды қартайған малды жерлегенін, одан кейін барып патологиялық өзгерістер болған жануарлардың мінгені оны ақпараттар мәлімет ала алдық. Осында одан кейін барып орта ғасыр бойынша қатты скачок болып айтамыз мысалға осы Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан қалалардан біз бүгінде енді егер сүйек табылған біз сүйек министерствосы бір зерттеген бір қосатын болсақ мына Іле өңірі, Шу-Талас өңірі, Қаратау, Сырдария өңіріне қосып алғанда ең шеткісі Қойлықтан бастап Алакөлде енді фиксировать етілді, бірақ біз зерттеген жоқпыз Алакөлде. Қатысқанда сүйекті біз зерттеген жоқпыз. Қойлықтан бастап зерттеп келатырмыз. Бері қарай түсетін болсақ, Жанкентке дейінгі үлкен кеңістіктен 40, 70, бір 100-ге жуық орта ғасыр ескерткіш материалдарын біз фиксировать етіп, зертханада алдын ала зерттеуден өткіздік. Бір қатарының мақалалар жарияланды, мысалға іргелі жақсылық мақала жарияланды, бір қатары оны ғылыми есептерге енді. Бұл деген өте үлкен жетістік деп айтуға болады. Енді орта ғасыр бойынша біз қазір белгілі бір кезеңдер бойынша мал шаруашылығы нақты сүйектерге сүйене отырып біз динамикасын біліп байқаймыз. Бұрын біз Қазақстан археологиясында көп томдықтардың Қазақстан тарихы көп томдықтар бір 80 жылда шыққан жаңағы қазақ кісі тарихы, одан кейін барып қазақ көзімен бүгінге дейін тарихы деген 5 томдықтар шықты ғой. Мен ол мал шаруашылығы бөлімдерінің бәрін анықтап шықтым. Жазба деректерге сүйенеді. Авеста, Геродот, басқа да мәліметтер бар. Қытай деректерінде аздаған, түркі қағандардың келген жылқылармен алмасқаны 500-200 жылқы бергені, сәйгүліктер мінген туралы мәліметтер. Ол ақпараттар тұрғындардың жалпы шаруашылығын көрсетпейді. Ол элиталық деңгейдегі топтардың мінген белгілі жануардың түрін ғана айтады. Және ол жануардың түрі абстракт түрі айтылады. Мен Рубруктың жазбаларында жаңағы мынандай жылқылар болған, түйелер болған деп көрген айтады. Ол жануардың түрін береді, басқа ол түрі болған білеміз біз. Түйе бұрыннан ба ол түйе бұл жерде мамонт фауна өсіреді мәселен. Жылқы да болса ақбөкен сол сияқты деген сияқты. Әлі өліп бітпеген жануардың бүгінге дейін қазір олар. Сондықтан біз жаңағы археологиялық материал негізінде алған соңғы мәліметтеріміз енді оның бәрін біз сол ақпараттардың бәрін құрастырып бір топқа жинаймыз дағыны сүйектер арқылы бәрін салыстырып шыға аламыз. Бұл деген сөз динамиканы байқау деген сөз, қандай циклді дамып жатыр. Мәселен біз байқап жатырмыз, Қастек, Талғар сияқты тауға жақын аймақтарда әрі қарай көбірек өсіріп бастаған екен. Бүгінде солай. 1000 жыл бұрынғы мал шаруашылығының дәстүрлері әлі күнге қатты өзгеріске түспей сол дәстүрмен жатыр деген сөз. Жазғы аймақтарда уақ мал рес көбейеді. Сіз орталық Қазақстаннан солтүстікке қарай шыға бастасаңыз, бірден ірі қараны санын көбейтесіз. Мәселен, өткенде Facebook әлеуметтік желісінде үлкен бір дау болып отыр, бірнеше бір пабликтерде, одан кейін бар және бір рилстарда байқалды, одан кейін бір пост жазды, бір басқа бір адамдар. Сонда айтады, қазақтың жерінен бұрын сиыр өсірмеген дейді. Ол ақпаратты білмегендіктен деп айтамын. Сиыр өсірген және ол сиырды қолға үйреткен біздің жерімізде. Қола дәуірінде сиыр болған. Мәселен, қола дәуірінің солтүстік Қазақстан, орталық Қазақстан бүкіл қонысында сиырдың сүйектері уағмал, яғни орталық Қазақстан шарттар айтып тұрмын. Уағмалдан гөрі көп. Солтүстік батыс, солтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан қарай, мысалы Ақбауырдың материалын шығыс Қазақстаннан алып барып өзім зерттеген материал ретінде. Ірі қара көп бәрінде. 100% деп алсақ, үй жануарларының 7 түрін аламыз ғой, біз 6-7 түрін. Басым бөліп 4-5 түрі. Уағмал, ірі қара, қой, жаңағы жылқы, түйе. Шошқайын өте сирек келді сөйтіп көп жағдайда. Ең бірінші ірі қара тұрады. Қола дәуірі ерте темір дәуірінде. Орталық Қазақстан бастап, ерте темірден бастап уағмалдар бірден көбейе бастайды. Ал оңтүстік Қазақстан 70-80%, кездері 90% уағмалдың саны. Бұны не арқылы білдік? Бұны біз археологиялық материал арқылы білдік. Ал біз бұрын жазба деректер арқылы білген мәлімет жануардың түрі бар десек, енді біз нақты факт қолымызға тиді уже. То есть бұл археологиялық осы соңғы 10 жылдықта мәліметтер әрине мен бөле алмаймын бұрынғы жылдардың бәрінде түгел сабақтасы бар ғой археологиялық зерттеулерде 70-80 жылдан осында, бірақ соңғы 10 жылда біз массалық деңгейде ортаға зерттедік, массалық деңгейде қорғаны материалдан зерттеп жаңа бір жаңалықтар енгізе бастадық. Бұл бір отандық ғылымда осы бағыттың дамуына бір жаңа үлес қосылып жатыр деп айтатын. Міне осы жаңалықтар айтатын мен. Ал енді бір уникальный табылымдар бар. Мысалға батыс Қазақстанда Деркулдан массалық деңгейде бүгінде табиғатта көрмейтін ең соңғы жануарын, соңғы түрін 1627 жылы Беларусь жақта атып өлтірген Тур деген жануар бар. Босперлигенс дейді латынша атауы. Генетикалық талдауларда кейбір зерттеулерде оны бүгінгі сиырлардың, біз көрген сиырлардың ата бабасы ретінде соларды тараған деген не бар. Тур дейді, жаңағы жануардың аты Тур деп аталады. Солардың массалық сүйектерін таптық. Бұрын Турдың біз әр жерден табылған элементтік деңгейде, бірақ массалық бас сүйектері, қаңқа элементтері толықтай табылған болған жоқ болатын. Мен сол жақтан біз
анықтап бір жаңалық, қызық бір жаңалық. Екіншіден, осы 10 жылдарда массалық мына қоныс материалдарындағы сүйектерден біз палеопатологиялық тұрғыдан қарастырып, олардың жануарлардың тірі күніндегі қолдастау мәселелері, олардың жаңағы жайылымда жазғы аймақта көбірек болған ба, таулы аймақта көбірек болған ба деген сияқты сұрақтарға жауап іздейтін ақпараттарды іздеп жатырмыз. Бұл да бір қызық ненің бірі. Енді Қазақстан археологиясында мал шаруашылығына қатысты ұғымдар жалпылама табылды не басқа қылтын сөз емес. Енді нақты ақпараттарға сүйене отырып, тарихи оқиғаны реконструкциялауға, мал шаруашылығы туыстығы бір жаңа бір мәліметтер үлес беретін деңгейде бар. Жақсы, өте керемет. Өте үлкен рахмет. Қазақстан археологиясы даму берсін. Ал бізбен болған Шагербаев Мәмбет Сапарбекұлы, Әлкей Хақанұлы Марғұлан археология институтының ғылыми қызметкері. Үлкен сізге рахмет. Сіздерге рахмет.